Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге Каспи приложение арқылы жеке кәсіпкерлердің салықтарын қалай төлейтінін көрсетемін. Негізі салықтарды тек Каспи приложение емес, басқа интернет банкингтер арқылы төлеуге болады, немесе банктерден төлеуге болады, Каспи пеймен төлеуге болады, әртүрлі жолы бар. Но менің өзіме ыңғайлысы ол Каспи приложение. Өздеріңіз білетіндей, жеке кәсіпкер, яғни ИП, подоходный налог және соцналог төлейді. Ол әр режимде оның пайызы әртүрлі. Өздеріңіздің режимдеріңізге қарай төлейсіздер. Енді ең бірінші налогтарды төлеу үшін платежи бөліміне өтеміз. Өздеріңіздің парольдарыңызбен кіресіздер. Все дегенді басамыз. Осы жерде штрафы и налоги деген бөлімге өтеміз. Штрафы и налогидің ішінде платежи для ИП. Платежи для ИП-ның ішінде налоги для ИП. Енді ең бірінші сіздерге подоходный налогты төлеуді көрсетейін, кейін соцналогты төлеуді көрсетемін. Ең бірінші мысал ретінде мен Қарағанды қаласында тұрамын. Қарағанды қаласында кәсіпкерлігім жұмыс жасап жатыр деп есептейік. Яғни сіздер өздеріңіздің салықтарыңызды ИП қай районда, қай ауылда орналасқан, немесе қай қалада орналасқан, сол қалаға төлейсіздер. ИП қай жерде орналасады, сол жер бойынша төлейсіздер. Прописка бойынша емес, ИП-ның тіркелген жеріне төлейсіздер. Енді мысалы мен Қарағанды қаласында жеке кәсіпкерлікпен айналысамын. Онда мен выберите регион деген жерге Қарағанды облысын таңдаймын. Выберите тип платежа дегенге бізде жеке кәсіпкердің ИП-ның подоходный налогы ол КБК 101-202. Списокта ең бірінші тұр. ИПН с доходов необлагаемых у источника выплат. Соны таңдаймыз. КБК 101-202. Салықтардың пенсионка болсын, қандай да салық болсын, КБК-ларын өздеріңізге жазып алған дұрыс. Енді выберите УГД. Мысалға, менде Қарағандыда ол УГД по району Казбек Би, ДГД по Карагандинской области деп таңдаймын. Ал егер сіздер мысалы ИП-ларыңыз ауылдық жерде орналасқан болса, мысал ретінде осы Қарағанды облысында Ақжал ауылында орналасса, онда сіздердің салықтарыңыз Ақжал ауылының әкімдігіне түсу керек. Яғни сіздер акиматты Ақжал ауылының акиматын таңдайсыздар. Өздеріңіздің ауылдарыңыздың акиматын таңдайсыздар. Мысалы, ол Ақжал болады, немесе басқа да ауыл. Мысалы, сіздер оңтүстік Қазақстанда тұрсаңыздар, мысалы, Түркістан облысы, қандай да бір ауыл деп солай таңдап акиматты таңдайсыздар. Ал егер сіздер үлкен қалалық жерлерде тұратын болсаңыз, мысалы, Өскемен, Шымкент, Астана деген сияқты, онда сіздер қаладағы өздеріңіздің УГД-ларыңызды таңдайсыздар. Енді мысалы бізде Қарағанды облысы Ақжал ауылы болса, мен сіздерге ауылдық жерде көрсетіп өтейін. Онда бұл жерде бізде Ақжал ауылы қай районға қарайды, сол районды таңдап аламыз. Ол бізде мысалы Ақжал ауылы УГД по Шетскому району, Шет ауданына қарасты Ақжал ауылы болғандықтан Шет ауданын таңдаймыз. Осы ауданның ішінен біз Ақжал дегенді тауып аламыз да, сол Ақжалдың акиматын таңдаймыз. Аппарат акима поселка Ақжал Шетского района Карагандинской области. Осылай таңдайсыздар. Енді келесі название организации деген жерге сіздер өздеріңіздің ИП-ларыңызды жазасыздар. Мысалы, ИП Дина деке. Астына ин организации деген жерге өздеріңіздің индарыңызды жазасыздар. Сумма деген жерге өздеріңіздің салықтарыңыздың суммасын жазасыздар. К оплате деп суммасы шығады, соны басасыздар, оплатить деп басасыздар, сонымен сіздерде ИПН төленеді. Енді
Келесі бізде салықтың екінші түрі соцналогты төлеу. Жаңағындай платежи бөліміне өтесіздер. Все деп басасыздар. Штрафы и налоги. Штрафы и налогидің ішінде платежи для ИП. Платежи для ИП-ның ішінде налоги для ИП. Осының ішінде тура жаңағындай мысалы қалалық жерде орналассаңыз, ИП қай жерде орналасады, сол жерге сіздер салықтарды төлейсіздер. Выберите регион, мысалы мен Карагандинская область. Выберите тип платежа. Соцналог бізде 103-101 деген КБК, социальный налог деп тұр. КБК 103-101. Енді келесі выберите УГД. Өзіміздің УГД-мызды таңдаймыз. Келесі название организации, өздеріңіздің ИП-ларыңыздың атын жазасыздар. Астына иындарыңызды жазасыздар. Суммаға өздеріңіздің соцналог қандай сумма шықты, соны жазасыздар. Оплатить, к оплате дегенді басасыздар, оплатить деп басасыздар. Болды, осымен сіздерде салық төленіп бітеді. Еш қиындығы жоқ, өте оңай, Каспи арқылы өте тез. Видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Сау болыңыздар.